Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай дөңгелек, бауырсаққа ұқсайтын өте дәмді ас дайындайтын боламыз. Бізге керегі 1 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, жарты шай қасық тұз және йогурт. Бұл жерде құлпына йогурты, ванильный йогурт та болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Бұны да араластырып аламыз жақсылап. Енді ұнымызды бөліп, салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қолмен илеп, зуала шығарамыз, жұмсақ зуала. Осы жұмсақ зуаламызға 1 штук алма қосамыз. Үгіткіштен өткізіп, осылай үгіткіштен өткізіп қосамыз 1 алма. Оны қамырымызға қосып, осылай қамырымызды араластырамыз. Сол кезде жұмсақ, осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Оған мейіз қосамыз. Бұл жерде қара мейіз, сары мейіз қоссаңыздар да түсі керемет шығады. Енді осы жұмсақ қамырымызды кондитерлік пакетке саламыз. Кондитерлік пакетіміздің аузын осылай кесіп, қайшымен осылай бөліп отырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет. Егер сәл қаттылау болып жатса, қамырымыз ісініп жөнді шықпайды. Сол үшін алма немесе жұмыртқа қосып жіберуіміз қажет, жұмсақ қамыр шығу қажет. Осыны жай отқа пісіреміз. Осылай қайшымен бөліп салып отырамыз. Сол кезде қамырымыз аз-аздан қырқсақ, бұл өткен ісінеді бұл. Қараңыздар, қандай әдемі дөңгелек шариковый болып шығып жатыр. Осылай қызартып пісіп аламыз. Өте салмағы жеңіл, әдемі болып шығады. Осылай піскендерін шетінен алып отырамыз. Өте жай отқа пісіреміз. Барлық жағы бірдей қызарып шығу қажет бұл жерде. Сіздерге осы рецепттердің барлығы ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне барлығын осылай пісіріп аламыз, қызартып. Міне қараңыздар, қандай әдемі ас дайын болды. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, ортасы да өте керемет піскен.
дәмді, жай отқа өте әдемі болып піседі. Маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.